Міне достар, мен деген барлық пищевая пленка бар, соны аштым. Самса, қарандар, қатпарлы болып шықты. Күшті. Қазы, мынау цезарь салат, үстіне қазір не саламыз? Багет саламыз. Мынау құс, бұны мен мёдқа маринаттадым. Баклажан салат. Ана жақта да дәл сондай. Бұл деген ет стол. Әзірге шайдың заттарын қоймаймыз. Енді менің видеомның ең қызық жері, мен бұл қатпарлы самсаны қалай жасадым. Ол үшін осылай қамырды екіге бөлеміз. Содан кейін бөлінген қамырды тағы да ортасынан кесеміз, тіп-тіке етіп. Сосын осылай ортасынан кесіп алдыңыздар. Содан кейін 20 грамм, 30 грамм, жоқ 30 грамм, ол үлкен 20-25 грамм етіп, осылай дөңгелектеп барлығын кесіп алғаннан кейін ортасына ет салып, осылай айналдырып шығамыз. Егер сіздерге ұнаса видео, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер, подписаться етіп кетіңіздер. Бұл каналда мен тек қана рецепттермен бөліспеймін. Бұл канал жайлап лайфстайлға көшіп жатыр. Мен самсам пісті, қараңыздар, қазір көрсем фотосын айналдырып. Менің самса пісті, қатпарлы болып пісті ғой, біреуін салқын болсын, ашып көрсем.